Біреудің өмірінен кемшілік іздеуді қою керек, бауырым. Өйткені өзіңде толып тұрған нәрсені өзгеден іздеп қайтесің. Тағдыр өзіміз қалағандай қолмен жазып шығатын кітап емес, ойнайтын зат емес. Кейде шалынасың, құлайсың, жылайсың, қайта тұрасың. Бірақ кейбір надандар сауатсыздығын көрсетіп, жығылғанға жұдырық деп, жығылғанның тағдырын талқылаумен мәз. Айтады ғой, сүрінгенмен бүлінгенді сөз етпе, сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте. Ертеңгі күнің қалай басталып, немен бітетін сен білмейсің. Сондай бір күн келеді, жүрегі өлі, денесі тірі адамдар көп болады. Соған жауап ретінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың мына сөзі бар: адамның тілі зікірмен, ойы пікірмен,